Hello. How are you? How is you going? How is your mood? Сәлем, қалың қалай, көңіл күйің қалай? Мен сенің көңіл күйің әдеттегідей тамаша деген ойдамын. Өйткені біз бірінші модульді бітірдік, бүткіл сынақтан сүрінбей өттік. Ендігі біздің екінші модуліміз басталмақ, және оның тақырыбы My school. Do you know what does it mean school? School ол қазақша мектеп деген мағынаны білдіреді. Кәне артынан қайталашы. School. Yes, you are so amazing. Good job. Okay, балақай. Please open your pupil's book at page 18. 18. Балақай, 8 деген қандай сан? Сен білмейтін шығарсың, Міне, сондықтан да сен барлық біздің кітаптардың беті мұншама бетін аш, осыншама бетін аш деген кезде сандарды біліп отыру үшін мен саған бүгін сандарды үйретпекпін. Жарайды, қазақшалап айта салайын, ата-анаң көмектессін. 18-ші бетті аша қой кітабыңның Pupils Book. Аштың ба? Жарайсың. Енді қара, бұл жерде бірінші тапсырмада саған былай жазылды. Мен оқимын, сен мұқият тыңда. Color, talk with your friend. Яғни ана сандарды әдемілеп отырып боя дейді, сосын достарыңа айтып бер дейді. Мүмкін досыңа қазақшалап айтып берерсің. Ал біздің сабағымыз ағылшынша ғой. Сондықтан да сен ағылшынша сандарды білуің керек. Жарайды, ендеше қазір саған бір 2 минут берейін, сол 2 минутта сен оларды бояп шық. Сосын біз екеуміз оның ағылшынша қалай айтылатынын бірге жаттайтын боламыз. Мен саған 2 минут берем. I'll give you 2 minutes. Okay. I think you are color your numbers, yes? Мен сен осы сандарды бояды деген ойдамын, Әдемілеп бояған шығарсың. Окей, ал енді менімен бірге сандарды үйренейік, окей? Бүгінгідікке тек біз 5-ке дейінгі ғана сандарды өтеміз. Ол біздің 5 саусағымызға тең. Сен білесің. Кәне, менімен бірге ағылшынша санашы. 1. Бетейік давай. 1. Артынан қайталап отыр. 1 дегеніміз 1. 2. Қанша саусақ көріп тұрсың? 2 саусағым көріп тұрсың. 2. Repeat after me. 2. Ал мынау ше, қанша саусағым бар санашы? 1, 2, 3. 3 саусақ бар, 3 саусақ бар болса, бізде ағылшынша ол 3. Бұл қалай 3 деп қалай тұр, сапай деп жатқан шығарсың, Мен саған алдында ескерттім ғой, 2 тістің ортасына тіліміздің ұшын қоямыз. Кәне, мен сияқты қара. С. Енді С деген әріпті айта қой. 3. Ал 4 деген санымыз 4 саусағым бар. Ол 4. 5. Сен сабақ жақсы оқысаң, 5 аласың, ол бізде 5. Кәне балақай, менімен бірге қазір 5-ке дейін санап үйрен, және керісінше санап үйренейік. Жарай ма? Ал кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ал енді 5, 4, 3, 2, 1 деп санап көрсекше, бірақ ағылшынша 5, 4, 3, 2, 1. Қазір саған ағылшынша кішігірім сандардың бейнебаянын көрсетемін. Соны қара да артынша қайталап үйреніп ал. Өйткені біз содан кейін әндетеміз. Сандардың әндерін салатын боламыз. Module 2. My school.
Look and listen. 1 2 3 4 5 Okay, I think you learned today's numbers. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Осылай тез айтып үйреніп ал. Ол үшін қазір біз әндетеміз және әніміздің аты Number Song деп аталады. Number Song. Сандардың әні деп аталады. Let's watch our TV. Теледидарымызға назар аудар және әндет бірге. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Counting is a lot of fun. One is for fun. 2 is for you. 3 is for me. 4 is for more. 5 is for smile. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Counting is a lot of fun. Я балақай, сен ағылшынша сандардың барлығын бүгін жаттадың. Бар болғаны 5-ке дейін ғана сандар болды. Кішкене біз сергіту уақытын алайық, я? Сергіткен кезде біз деген қазір не істейміз? Мультфильм қараймыз. Бүгінгі өткен сандарымызға байланысты. Әрине ол жерде біз үшін өте қызық және бұрынғы біздің кейіпкерлеріміз әдеттегідей Liam, Lily, Nanny Rose and Charlie. Let's watch. Let's watch. Here is the school bus. Time for school. What number is it, Nanny? It's number 3. Bye, Liam. Bye. Oh no, look. Oh, stop. Liam, look. Окей, балақай, сен бүгінгі сандарды жаттадың деген ойдамын. Саған бүгінгі өткен сабағымыз ұнады ма? Ұнаса, осы видеома лайк бас және комментарий қалдыр ұнаған болса. 5-ке дейін жаттап алсаң тіпті жақсы. Маған жаттадым, миссис Альфия деп жаз жерсең мен тіпті қуанам. Шын айтам, сен менің көңілімді керемет қылып көтересің. Және де келесі сабақта біз одан да қызық сабақ өтеміз. Өйткені біздің сабаққа керекті барлық құрал жабдықтарға қатысты болады сабағымыз. Сен сондай қалам, қарындаш деген сөздерді менімен бірге үйренгің келе ме? Ендеше келесі сабақта кездескенше. See you in the next lesson, my dear. Goodbye. Ал мен видеоны өшіремін. 3, 2, 1.